Махр деген не? Қазақстанның ішінде соңғы дау болған некелік оқиға. Махр арабтың дәстүрі. Басқа ислам елдері Иранда, Түрікте, Ауғанда болмаған. Арабтарда махр жігіттің жасына байланысты қызға берген сыйлығы. Арабтарда қалай? Қыз жас жігітке тұрмысқа шықса, қыз махр ретінде күйеуінен тұрмыстық заттар, ыдыс-аяқ, көрпе талап етеді. Егер де 16-20 жастағы қыз 70-80 жастағы шал жігітке тұрмысқа шықса, махр ретінде жас әйелі қарт күйеуінен қымбат сыйлықтар, алтын, машина, пәтер талап етеді. Өйткені үлкен жастағы қарт күйеуі ана дүниеге кетіп қалса, жалғыз қалған жас әйелі қымбат сыйлықтарды пайдаланып күн көреді. Жас қыздың шалға шығуы Қазақстанда күлкілі болар, бірақ Африка, Араб, Парсы елдерінде күнделікті құбылыс. Бізде қалай? Арабиядан оқып келген молдалар дәстүр мен дінді шала түсініп, исламдағы парыз деп Қазақстанға таратып жүр. Махр деген жазу немесе қыз қымбат сыйлық талап етеді деген Құранда айтылмаған. Мешітке келген жас жұбайлар бата алып, Құдайдың алдында куәлік беріп, мәңгілік жары екенін айтады. Мешітте отырған молда қызға махр ретінде күйеуінен қымбат сыйлық сұратады. Қыз күйеуінен машина, пәтер сұрайды. Бұны естіген жігіт сол бойда мешіттің ішінде үйленбей жатып, некеден бас тартып, ажырасып кетеді. Ал молда үлкен күнә арқалайды. Хадисте айтылған екі жасты қосқан адамға үлкен сауап берілетіні.